kitap okudum. İyi dostlarım var dedi. Bizge yerçek okup beresiz mi? Jaraydı okup vereyim. Şakırın dostlarında. Aleykümselam. Aleykümselam. Al baldan жайғасып отырып алыңдар. Балаларым, сендерге ақылды қоян ертегісін оқып берейін. Ертеде ешкі жүні бөртеде. Ертегі сендерге ұнады ма? Ертегі не туралы екен? Достық туралы. Ой, жарайсың. Досқа адал болу керек. Досқа қиянат жасамау керек. Досқа тату болу керек. Дұрыс айтасыңдар балаларым. Ал балалар, ертегі осымен аяқталды. Аулаға барып ойнап келіңдер. Атасыз кішкентай болған кезде қандай ойын ойнадыңыз? Біз бала кезде шөңген деген ойын ойнағанбыз. Ата, қандай ойын біз істемегенбіз? Шөңген ойыны ол ежелден келе жатқан қазақтардың дәстүрлі ойыны. Ол ойында аса шеберлікті қажет етпейді. Ол ойынды қазір ұмыт болған. Оны сендер ары қарай жалғастырасыңдар. Ойынның ешқандай қиындығы жоқ. Ойында 4 адамнан 2 командаға бөлініп, ақпендек таяқпен қақпаға допты соғасыңдар. Алақай, достарым, сөйлен ойын ойнайық. Ал жүріңдер. Ал балалар, ойынға дайынсыздар ма? Басталды. Dostum Cem'de. Al balalar birbirine kol alışıp tatı olunlar. Al balalar, осы шөген ойынды ары қарай сендер жалғастырасыңдар.